Barşаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен өте керемет, еш жерде жасалынбаған ерекше қазақша фастфудтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңдайдың қараңыздар. Қамырына қажетті заттар: қаймақ, сары май, ұн және де азырақ суға илейміз, тұз қосып, арасына салатын салмамыз осылай бауырмен қазының екі басын тігіп қайнатып аламыз, жақсылап пісіріп, ал бауырды майға азырақ қуырамыз. Және де арасына салатын салмасына пияз, қызанақ, қияр, осындай салатный лист қажет. Егер қалауларыңыз бойынша фри қолданам десеңіздер, фри да қосуға болады. Мен осылай жасаймын. Видеоны соңынан көріп, қарап отырыңыздар. Енді бургеріміздің қамырын илеп аламыз, яғни ашытып жасаймыз қамырын. Ұнымызға қаймағымызды, сары май, қант, тұзымызды саламыз ішіне. Үстіне 200 мл, яғни су құямыз. Үстіне аштығымызды саламыз. Яғни дрож, осына менде құрғақ дрож қолдандым. Үстіне дрожымызды салдық, енді жақсылап қамыр илейміз қолымыздың көмегімен. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп алдық, жұмсақ қамыр иледік. Енді жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше қазымызбен бауырымызды пісіріп аламыз. Қазымыздың екі басын осылай тігіп аламыз жіппен. Яғни қазымыз шашылып кетпеуі керек. Піскен уақытта ашылып кетпейді, сыртынан шығып кетпейді. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай инемен тігіп шығамыз осылай. Қазымызды жақсылап жуып, осылай салқын суға салып, отымызға қойып, 1 сағат пісіріп аламыз, яғни жұмсағырақ қылып пісіреміз. Қазымыз осылай баяу отта әдемі болып қайнап жатыр. Жақсылап пісіреміз. Пісейін деп қалды, енді азырақ уақыт қалды. Мінекей қамырымыз көтеріліп, ашып қалыпты. Енді алып нанымызды жасаймыз. Яғни бургердің нанын жасап шығамыз. Бургер наны екі түрлі болады. Оны көру үшін сіздер видеоның соңына отырыңыздар. Қамырларымызды осылай қолымыздың көмегімен домалақ пішінге келтіріп аламыз. Бір бөлігін алып қоямыз, екінші бөлігін осылай бөліктерге бөліп аламыз. Яғни бір зуаладан менде осындай 4 домалақ пішіндес қамыр шығады. Бұларды дәл солай домалақтап аламыз. Мінекей 4 қамыр шықты. Бұлардың бетін жарты сағатқа кішкене көтерілгенше жауып қоямыз. Енді екінші қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жаямыз, яғни дәл бауырсақтың қамырындай қылып жасаймыз. Екінші қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қатты жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта жаямыз.
осылай барлығын кесіп шығамыз. Бургеріміздің нандары дайын болып қалды. Осылай жасап алдық. Яғни екі түрлі қамырдан болады бургеріміз. Яғни біреу кәдімгі қарапайым наннан осылай күлше қылып пісіріп аламыз. Екінші түрі бұл өте ерекше, яғни бауырсақтан жасалынатын бургер болады. Кішкене бетін жарты сағатқа жауып қоямыз, көтерілуі қажет. Сосын көтерілген соң жарты сағаттан кейін нандарымызды печкаға 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіреміз, ал бауырсағымызды баяу отта қатты көтерілгенше пісіріп аламыз. Бауырымыз жақсылап көтерілгенше бауырымызды қуырып аламыз, яғни пияз бен бауырды жақсылап қуырамыз. Бауырымызды ұсақтап майдалау тураймыз. Яғни мен соломка қылып тураймын, осылай осыншалап. Бауырымызды турап алдық, енді пиязымызды майдалап турап аламыз. Майымызға пиязымызды саламыз. Алдымен кішкене қызартып қуырып аламыз. Кішкене сарғайған соң үстіне бауырымызды салып, үстіне тағы да тұзымызды, дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап баяу отта қуырамыз. Азырақ тұз және де азырақ қара бұрыш қосамыз. Араластырып, баяу отта жақсылап жұмсарғанша пісіріп аламыз. Осылай су шыққанша әдемілеп жақсылап қуырып аламыз. Жарты сағат өткен соң қамырларымыздың бетін ашамыз, кішкене көтеріліпті. Енді бургердің нандарын пісіріп аламыз. Тағамызға нандарымызды салып пісіріп аламыз. Кішкене арасын ашықтау қылып саламыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып болған соң үстіне күнжіт себеміз. Жұмыртқамызды жағып, күнжітімізді септік. Енді пешкіде 20-25 минутта қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Бауырымызды қуырып алдық. Суыған соң осылай бөлек ыдысқа майынан сүзіп аламыз. Майымыз қызарды, үстіне бауырсақтарымызды салып, осылай айналдыра отыра баяу отта пісіреміз. Себебі бауырсағымыз қатты көтеріліп пісуі керек, яғни бізге бургерге қажетті бауырсақ болғандықтан асықпай пісіреміз. Осылай айналдырып отырамыз. Қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің нандары өте әдемі қып-қызыл болып, пышный болып шыққан, пісіп шықты. Бургеріміздің нандары дайын болды. Мінекей екі түрлі нан пісірдім.
Нандарымыз кішкене суығанша арасына салатын салмаларын дайындап алайын. Яғни салмамызға бауыр, қазы дайын болып қалды. Олар пісіріп алдық. Енді келесі кезекте арасына салатын осы көкөністерді, яғни қызанақты, қиярды, салат жапырағын және де осындай бір пиязды соусына осылай майонез қолданамыз. Ал енді қызанақтарымызды тураймыз. Домалақ қылып осылай. Кәдімгі бургердің арасына салатында. Пиязымызды осылай домалақ қылып тураймыз. Алып шығамыз қабықтарын. Енді бургерлерімізді жинаймыз шетінен бастап. Енді бургерлерімізді жинаймыз. Осылай пышақтың көмегімен арасын кесіп аламыз нандарымыздың. Алдымен бірінші салатный лист, яғни салат жапырағын саламыз. Сосын қазымыздан саламыз. Үстіне бір қызанақ саламыз. Пиязымызды осылай бір дөңгелек бөлігін саламыз. Кезекпен, яғни қиярымызды салып, арасына соус ретінде мен майонез қолдандым. Осылай майонезімізді жағамыз. Мінекей бургеріміз дайын болды. Барлығын осылай жинап шығамыз. Бургерлерімізді жинаймыз, яғни бауырсақ түріндегісін осылай абайлап пышақпен кесіп аламыз. Кішкене кесіп алған соң қолымызбен осылай арасын ашамыз. Арасына салатный лист саламыз. Бауырымыздан бір ас қасық толтырып саламыз. Үстіне пияз саламыз. Қызанақ, қиярымызды салып, азырақ соус қосамыз, яғни майонез қолданамыз соус ретінде. Мінекей бургерімізді дәл осылай жинап шығамыз барлығын. Бургерлеріміз дайын болып шықты. Мінекей өте әдемі, керемет, дәл фастфуд центрдегідей болып шыққан. Нанның өзі жұп-жұмсақ. Мінекей бауырсақтың арасындағыда, яғни бұл бургердің атын бауырдақ дейді. Яғни қазіргі таңдағы хит болып жатқан бургерлердің бірі. Осы бургермен енді сорпасын дайындаймыз. Яғни біз бағана бургердің арасына салған қазыны қайнатқан сорпа бар. Сол сорпаға осылай құртты қайнатылған құрт болса өте керемет болады. Менде кішкене қаттылау болды құртым. Енді бургерімізді жей берсек болады. Өте керемет. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ал енді дастарханға ұсына береміз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті керемет